Армысыз, пиццаның бірін таңдаңыз, ал мен сіздің психологиялық жасыңыздың шамамен нешеде екенін айтатын боламын. 1. 50 мен 70 жастың арасы. Сіз қазір нешеде болсаңыз да ақыл тоқтатып, ненің не екенін түсінген, байсалды жансыз. Бірақ мен өмір көрдім деп жар салмайсыз. Айналаңыздағыларға пайдалы кеңестер беріп, жол сілтеп жүресіз. Мұндай жандар көбінесе өмірлік сынақтардан көп өткен. Сөйте тұра мейірімге толы жандар. 2. 20 мен 28 жас аралығы. Сіз әлі де жассыз. Жаңашылдыққа әрдайым дайынсыз. Әлемге, айналаңызға позитивті көңіл күймен қарайсыз. Тіпті қазір жасөспірім болсаңыз да, белсенді, бойыңызда жауапкершілік мол, терең ойлай білесіз. 3. 10 мен 15 жастың аралығы. Сіз энергияға толы, импульсивке толы, өзін мінсіз санайтын жандардың бірісіз. Адамдармен сөз таластырғанды, яғни спорласқанды ұнатпайсыз. Бұл әлемде болып жатқан нәрселердің бәрінің себебі бар екенін нақты білесіз. Өзіңіздің жарқын болашағыңызға сенесіз және сіз қателеспейсіз. Міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз. 4. Құттықтаймыз. Сіздің де психологиялық жасыңыз керемет жастардың бірі, яғни пісіп жетілген, өз ойы қалыптасқан, өз көзқарасы бар. Бұл шамамен 60 пен 70 жастың аралығы. Болып жатқан жағдайларға сырт көзбен қарап жүресіз. Сізді таң қалдыру қиынның қиыны. Ішкі сабырлығыңызға қайран қалуға болады. 5. 35 пен 40 жас аралығы. Сіз кез келген ортаға тесіңіз бітетін, пысық адамсыз. Жасы өзіңізден кіші болсын, үлкен болсын, бәрімен де ортақ тіл таба білесіз. Адамдар сіздің дәл жасыңызды ешқашанда нақты айта алмайды. Өйткені сіз бала мен бала, дана мен дана бола білетін жансыз. 6. 7 мен 13 жас аралығы. Сізді түсіну қиындау. Кейде болмашы нәрсеге бола тырысып, тұйықталып кететініңіз бар. Жауабын таппаған сұрақтарыңыз өте көп. Көп нәрсені білгіңіз келіп тұрады. Бір жақсы, сізді бір мақтаса бір марқайып, бүкіл жұмысты жасап тастайсыз. Сондықтан да сізді көбінесе ел кезек жан деп айтамыз. Құрметті көрермен, сіздің психологиялық және шынайы жасыңыз қандай?